Дастархан сәнін келтіретін осындай ролл жасаймыз. Ең алдымен маған подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыз. Блинның дайындалу жолы алдыңғы видеода, ол үшін бізге қыздар жеміс-жидектер қажет, творожный сыр қажет, сахарный пудра және де сливки қажет болады. Барлық құрамын описаниеде қалдырамын. Ең алдымен творожный сырды және сливкиді араластырып миксерлеп аламыз, жақсылап. Қыздар, осындай қою масса пайда болу керек. Дайын болған кремімізді осындай одноразовый мешочка, ол кондитерский дүкендерде сатылады, салып аламыз. Қыздар, осындай қалақшаның көмегімен салсаңыздар, ыдыстарыңызда 1 грамм қалмайды. Яғни барлығын тазалап, осы жұмсақ қалақшаның арқасында салып аламыз. Ең алдымен осындай улитка роллы жасаймыз. Қыздар, ол үшін бізге тек жаңағы дайындап алған крем массамыз қажет болады. Дәл видеода көрсетілгендей роллдарымызды ораймыз, және де кондитерский дүкендерде осындай шпажкалар сатылады. Әсемдігі үшін осындай шпажкамен тағып қойсаңыздар болады. Дастарханның көркін келтіріп өте әдемі көрінеді. Қыздар, қарасаңыздар, ортасына ештеңе салған жоқпын, құр кремнің өзімен де өте керемет нежный шығады. Дастарханға қойған кезде осындай жеміс-жидектермен әсемдесеңіздер болады. Келесі кезекте біз қыздар роллы жасаймыз жеміс-жидекпен. Жеміс-жидекті өзіңіз қалауыңыз бойынша қалаған жеміс-жидектеріңізді пайдалансаңыздар болады. Мына жерде мен балаларымның сүйікті жеміс-жидегі банан және құлпынай пайдаландым. Қыздар, барлық блинларымызды өзімізге қажет мөлшерде дәл осылай орап, дайындап, жаңағы трамбовать етіп дайындап аламыз. Бұл жерде қыздар өз фантазияларыңызға ерік бересіздер. Өздеріңізге ұнаған крем, мысалға қаймақпен, сгущенкамен жасасаңыздар да болады. Загустительдер бар, солармен де жасасаңыздар да болады. Ортасында жемісті өз қалауларыңыз бойынша ауыстырсаңыздар да болады. Мына жерде көрсетілген қалған блинның түрлерін мен алдыңғы посттарда жүктеген болатынмын. Каналға тіркеліп, қарап, үйреніп жасап алсаңыздар болады. Дастарханда өте әдемі, көрікті көрінеді. Келесі кезекте қыздар, дайындап алған роллдарымызды осындай мешокқа салып, айналдырып, дәл сосиска дайындағандай айналдырып, екі шетін қатты байлап қойсаңыздар да болады. Өйткені форманы сақтау керек. Барлық блинларымызды осылай дайындап, морозильникке немесе холодильникке жібереміз. Дайын болған роллдарымызды осылай мешочектан шығарып, пышағымызды әр кескен сайын сүртіп отырыңыздар, немесе суға салып сүртіп отырсаңыздар болады. Өйткені кесілген кезде кремнің ізі қалмау керек, бізде таза көріну керек. Дәл видеода көрсетілгенде кесеміз, қыздар, барлық роллыларды. Содан кейін осындай тарелкаға немесе сатуға арнасаңыз, арнап шығарған болсаңыз, дәл осындай ыдыстарға салып сатуға шығарсаңыздар болады. Қыздар, бұл да бір табыс көзі, өте керемет дәмді шығады. Дайындап көріңіз.